Құрметті оқушылар, орнымыздан тұрамыз, ем айтамыз. Бастамас бұрын балалар, қазір біз бір-бірімізбен амандасамыз. Ол үшін экранды басамыз, сол жерде қандай амандасу түрі көрінеді, сол бойынша амандасамыз. Қанеки, омар келе ғой. Ал амандасалар бір-бірімізбен. Келе ғой. Бәріміз бір-бірімізбен амандасаламыз, айрайын амандасалам. Келесі, Нұрсұлтан келе ғой. Бұл сөз әрбірімізге туған жердің қадірін, елге деген сүйіспеншілікті еске салады. Ендеше осы ойды жүрегімізге түйіп, бүгінгі сабағымызды жақсы көңіл күймен бастайық. Жақсы көңіл күймен бастаймыз ба, балалар? Ендеше аптаның дәйек сөзін дәптерімізді ашып жазып алайық. Азат жолдан бастаймыз. Отан алтыя ұлттың рухани бесігі.
болса қаламды қойып, дәптерден жауып, партаның шетіне қояды. Партаның шетіне қоямыз, дәптерді жауып, балалар сонымен ақтардың дәйек сөзімен таныстырды. Ал енді біздің қазан айындағы құндылығымыз ол отаншылықпен тартылу екен. Ал бүгін аптаның қай күні? Рамазан? Бүгін дүйсенбі екен. Ал дүйсенбі күннің құндылығы қандай күн? Омар? Бүгін әдеп күн екен. Балалар әрбір күннің өзінің құндылығы бар екен. Соның ішінде дүйсенбі күні бүгін бізде әдеп күн екен. Ендеше ары қарай кеттік. Экранға назар аударайық. Бүгін бізде балалар саяхат сабағы екен. Құрметті жолаушылар, біздің ұшағымыз сәтті қонды. Сіздер Қазақстан Республикасына келіп жеттіңіздер. Борт экипажы сіздерге бейбіт аспан мен жақсы көңіл тілейді. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы Республика күні ел бірлігінің сыйлығы деп аталады. Ендеше біз алдымызда 25 қазан күні үлкен мереке тойлап отырмыз. Сол туралы кішкене бейнематериалды көріп алайық. 1990 жылдың 25 қазанында қазақ халқы өз тағдырының жаңа парағын ашты. Сол күні тәуелсіз Қазақстанның іргетасы қаланды. Жоғарғы кеңес мемлекеттік егемендік туралы декларацияны қабылдап, ел еркіндігінің алғашқы қадамын жасады. Бұл күн халқымыздың өз болашағын өз қолына алған сәті. Республика күні сол еркін рухтың белгісі. Бүгінгі Қазақстан бірлік пен дамудың нышаны. Жастарымыз білімге, биік мақсатқа ұмтылып келеді. Республика күні еркін елдің мерейі. Сонымен тәрбие сағатымызға жалғастырайық балалар. Енді келесі тапсырмаларға көңіл аударайық. Бізде қазір хронология 1990 жылы, 1997 жылдың аралығында Қазақстан Республикасында қандай өзгерістер болды екен? Соған көңіл аударамыз. 1990 жылы 25 қазанда Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданған екен. Сондықтан да бізде 25 қазан балалар республика күні болып тойланады. Ал енді 1991 жылы 16 желтоқсан барлығымыз білеміз, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі жарияланған күн. Бұл да бізде тарихи күн екен. 1992 жылы қандай өзгеріс болды екен? 1991 жылы маусым айында, 4 маусымда мемлекеттік ту, елтаңба, гимн бекітілген екен. 1993 жылы 28 қаңтар күні тұңғыш біздің республикамыздың конституциясы қабылданды. Ал 1995 жылы 30 тамызда қайтадан жаңа конституция өңделіп, қайтадан қабылданған екен. Біз қазір конституция күнін қай күнде мерекелейміз балалар, тойлаймыз. 30 тамыз күні бізде қандай күн болады? Конституция күні болады. 1997 жылы Астана, қазіргі Астана қаласы жаңа елорда болып жарияланған екен. Ал енді ары қарай келесі тапсырмамызды орындаймыз балалар. Бізде қазір топтық жұмыс, идеялар жәрмеңкесі екен. Бізде қазір бірнеше тапсырмалар беріледі. Топтық жұмыста соны топпен орындаймыз, жақсы ма? Топтың ережесін ұмытпаймыз, бір-бірімізді тыңдаймыз, шуламаймыз, жақсы ма? Біздің топтарымыз бар. Болашақ тобы, бірлік тобы, отан тобы, содан кейін алтын тобы. Осы 4 топқа бөліп отырмыз. Ендеше қазір біз 4 топтың тапсырмасын орындаймыз. Егер де сендердің жауаптары дұрыс болса, мына тұрған бәйтерек жанады екен, Бірінші, болашақ тобы. Болашақ тобы қолдарыңызды өтеміздер. Кім болашақ тобы? Сіздер, сіздердің тапсырмаларыңыз сөйлемді жалғастыр. Мен елімді жақсы көремін, өйткені.
Екінші топ отан тобы. Отан тобы. Сіздердің тапсырмаларыңыз отан туралы 3 мақал айтасыздар, жазасыздар, жақсы ма? Келесі топ бізде бірлік тобы. Сіздер 5 ұлттың атын жазасыздар. Осы Қазақстанның өлкесінде, Қазақстан жерінде тұратын 5 ұлттың атын жазасыздар да бірлік туралы мақал жазасыздар. Келесі топ бізде алтын ұя тобы. Сіздердің тапсырмаларыңыз өте жақсы. Сіздердің тапсырмаларыңыз Қазақстан сөзіне 5 жол өлең, яғни синквен құрастырамыз. Жақсы ма? Тапсырмаларыңыз түсінікті болса, ендеше топтық жұмысты орындаймыз. Алдарыңызда парақтарыңыз бар, дайын тұр. Сонымен тапсырмаларыңызды мінекей жазып тұр. Болашақ тобы осымен жұмыс істейміз. Мінекей формацияларымыз бар. Мен елімді жақсы көремін. Әнерсеңдес. Жақында жоқ, формация бар әне. Ал сендерге енді не істеу керек, сенде тапсырмасы дайын тұр. 5 ұлттың атын жазасыңдардағы бір-бірлерін айтып отырып жазыңдар, топпен жұмыс жасаймыз. 5 ұлттың атын жазып, сосын бірлік туралы мақал жазамыз, жақсы ма? Сіздерден алтын ұя тобы. Сіздердің тапсырмаларыңыз Қазақстан сөзіне 5 жолды өлең құрастырасыздар. Иә? Мінекей парақтарыңыз кім жазады? Кім жазады? 5 жолды өлең құрастырасыздар. Ақылдас отырып, формасыны жазыңыздар. Сіздерде отан тобы, отан туралы 3 мақал жазасыздар. Дамир, сен жазасың ба? Жаз. Жазамыз. Тез жазамыз, уақытымыз. Сіздерге уақыт беріледі 4 минут. 4 минут уақыт басталды, болды кетті. Сіздер 15:07-де бастадыңыздар. Енді 15:11-де қорғауға ортаға шығамыз, жақсы ма? Болды, бастаймыз. Не жазасыздар? Ақылдасыңдар бірге. Айтсаңдар бірге. Ақылдасыңдар. Иә. Айтып жатсыңдар ма бір-бірлерге? Мен елімді сүйемін, өйткені біздің отанымыз қандай? Қандай деп? Өте жақсы. Біздің отанымызды басатымыз. Сендерге ойларды қоса отырыңдар. Біздің отанымыз. Өте үлкен болды. Өте үлкен. Қазір оқисың ғой, үлкен қыз. Өте үлкен. Бір минут уақыттарың өтті балалар. 3 минуттарың қалды. Тағы не қосамыз? Отанды сүйемін ғой, неге? Өйткені ол менің ең байрақ көріп. Неге сүйемін? Мен оны жақсы көремін, неге? Ең байрақ тағы не қосамыз? Қосыңдар. Неге отандарыңды сүйесіңдер? Мен елімді жақсы көремін, неге? Біз сол жерде дүниеге жазды, дүниеге келді. Қанеке? Болмайды. Неге Қазақстанға неге жаратышын? Мына бірінші жол, екінші жол, үшінші жол, төртінші жол, бесінші жол. Дұрыс па? Солай емес пе? Бірінші жол Қазақстан болды. Дайынсыңдар, кім шығатынын ақылдасып отырыңдар. Жақсы ма?
Ортаны оқытамыз. Содан кейін тамаша. Сендер оқыдыңдар ма? Я уақыт болды, балалар аяқтаймыз. Қай топ болды, жүрек қол жапақтаймыз. Екінші топ қалды, күте тұрайық, сәл бір минутте. Ол аяқтаймыз, Мұхаммед болды. Дания сіздер кім шығады? Кім шығады топқа? Кім жасында? Кел оқ. Дания ортаға шықты. Өзіңнің жазғаныңды оқып бер балаларға. Бұл топтың тапсырмасы мен өз елімді жақсы көремін. Өйткені біз сол жерде дүниеге келдік. Сондықтан да отанымызды сүйеміз. Тамаша. Қол жапақтарыңыздар. Сендердің топтан балаларым келе ғой. Тыңдап отырамыз. Біріміз тыңдаймыз балалар. Айтам. Сіздердің тапсырмалар қандай еді? Бес ұлттың бірлік туралы мақал жаз. Ал жақсы. Қырғыз. Бұл бес ұлт өкілін жазыңдар, иә? Мақалдарды оқи қойып. Тамаша. Не істейміз балалар? Келесі топ. Кім шығады? Адина шығады. Алтын ұя тобын қарсы аламыз. Аға. Сіздердің тапсырмаларыңыз 5 жолды өлең құрастыруға. Ал біріншісі, екіншісі деп айттыңыз, иә? Біріншісі Қазақстан, екіншісі жайнайды, гүлдейді, үшіншісі көркем байтақ тату, төртіншісі мен өз Қазақстанымды сүйемін, бесіншісі атамекен. Атамекен. Тамаша. Өте жақсы. Келесі Еркенұр, иә? Отан тобы. Отан тобыға Еркенұр келе ғой. Сіздерге айтасың ба отан тобында? Отан туралы Үш мақал айтайық. Ал жақсы. Отан ыстық, отансыз адам армансыз. Ормансыз болды. Тамаша, өте жақсы. Барлық тапсырмалар орындалды. Барлықтарына көп рахмет балалар. Ендеше ары қарай тәрбие сағатымызды жалғастырайық. Енді бізде қазір интерактивтік тест. Сұрақты бір бала шығып оқиды, сіздер дұрыс жауаптарын айтасыздар. Ары қарай оны біз басып қоямыз экранға. Егер де дұрыс болса, жауап дұрыс болса, жасыл жанады. Ал егер де жауабы қате болса, онда қызыл жанып қалады. Сондықтан да дұрыс оқуға, дұрыс жауап беруге тырысамыз. Келіп оқиды бізге Нұршат келе ғой. Келе ғой Нұршат. Сұрақты оқи ғой, сосын күтіп тұр, балалар жауап береді. Бар, мен төбесіндегі соң оқимын. Бар, иә, осы айтамын. Тәуелсіздігін қай жылы алды? Ал, жауаптан оқиды. Айта ғой, бірінші айтпа, 1990
ya. Okuyun bak. Cevaplarına bak. Ту елтаңба So'zini. елтаңба ким Qaysi durs bo'ldi? Buyuk mana qo'lni deyapti. Taqdir. Nursulton. Qaysi ya? Qayta ol. Qaysi durs? So'zini. Giyimni da basa. Bu yiltama giyim. Yo'q, al boshqa. Giyim basa. Nursultonning javobi durs ekan baba. Durs ekan. Tamosha o'tiradi. Qo'y. Kelesi Daniel geliyor. Nerede kapına bakıyorum? Biri kuvat деген сөз мен негізі Ya, сейді. негізінде. Okuyor. Халық өмірі спорттағы тұрмыста достықтың маңызы. Ayarı bırakıyorsun. Dostluk mağazını gider. Al basalım. Durs peki baba? Tamam, bu kadar oynayın. Rahmet. Gelirse. Hadi ki. Kim okuyor? Ramazan. Geliyor. Қазақстан Республикасы республикалық қайғысына аталып өтеді. 16-шы желтоқсан, 25-ші қазан, 30-шы тамыз. 30-шы тамыз. Aygül. Aytaba Aygül'da okuyla gittiğimiz. Aygül atalım dedik. Aygül. 25-ші қазан дейді басауы. Дұрыс па екен балалар? Aygül'дің жауабы дұрыс болды. Рахмет. Ал ендеше қазір бізде балалар тілек ағашы. Енді бұл жерде барлығымыз шығып, тілек ағашының үстіне басамыз да, одан шығып тұрған жазуды оқимыз. Заряға бастайық қой. Не деген сөз шықты? Тәуелсіздік. Aygül geliyor ғой. Шама. Тез жүгіріп кетіп шама. Сенім, Нұршат. Адалдық, айару. Жоғал шама. Шабыт, тамаша. Келесі балдарым. Үстіңгі жағына шыбанның бойын жүзді. Ерлі, тамаша, Даяна. Жоға жағына басауы дайына бойын жүзді. Рух екен, өте жақсы. Еркенің. Татулық, тамаша.
Iya. Бірлік. Сонымен бүгін біз сынып сағатында осыншама жақсы сөздермен таныстық, иә бала? Әрқашанда біз өз елімізбен мақтануымыз керек, өз елімізді сүюіміз керек, иә? Өз елімізді әрқашанда қайтуымыз керек, бала? Құрметтеуіміз керек. Ендеше 25 қазан республика күні құтты болсын. Қазір біз сабағымызды аяқтаймыз. Ол үшін бізде мінекей тілек ағаш шарты. Қараңдаршы, мынау ай біздің стюардессалар ғой, иә? Бортсеріктер. Бұлар қазір бізге бір-бірден шығасындардағы кімге қайсы түсінікті. Егер де барлық түсінікті болса, жасылды басамыз, көмек керек болса сарыны басамыз, түк түсінбесең де бүгінгі сабақтан, онда қызылды басамыз, иә? Кезек-кезек бір-бірден шығасындарда бірінші алтын тобы бастайсыңдар, бір-бірден келіп баса қойды. Бір-бірді кезектесіп күтіп, тез шығамыз. Шығыңдар. Жақсы. Я шығып. Один жоқ, кем бар. Баса беріңдер. Екінші топ, келдер, бірлік тобы, кезектесіп мінекей алтын тобы сияқты кезектесіп шыға. Баса беріңдер. Мүмкін көмек керек болса, оны жасырмаңдар. Түсінбей қалсаңдар да жасырмаңдар, жақсы ма? Келесі топ, болашақ тобы, сіздер көмек керек Рамазанға, жақсы тамаша. Өте жақсы. Келесі. Одан тобы сіздер шығарып аламыз. Түсінбедің бе? Жақсы, рахмет. Әркімнің өзінің кері байланысты тексерсе, ал енді Рамазан, саған қандай көмек керек болып тұр, айтшы бізге. Айта ғой. Сен көмек керек деп бастың ғой, саған неге көмек керек болып тұр? Иә? Тағы бар? Иә? Айта ғой. Иә? Сен де көмек керек дедің ғой, Дания? 9-ды түсінбедің? Жақсы, рахмет. Сен неге тіпті түсінбедің дедің? Қандай? Мүлдем тіпті түсінбедің бе? Сен жауап бердің ғой сұрақтардың барлығына, Қазақстан туралы, Қазақстан Республикасы туралы. Жақсы бала, ендеше бүгінгі көңіл күйіміз қалай? Жақсы ма, тамаша ма? Ендеше тәрбие сағатымыз аяқталды. Рахмет.